Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама. Қызметті алу үшін келесі қадамдарды орындаңыз. Қызмет көрсету, хабарлау тәртібі бөліміне өтіңіз. Дара кәсіпкер ретінде қызметті бастағаны туралы хабарлама, қызметін таңдаңыз. Лицензиярды таңдаңыз. Хабарландыру бойынша деректерді енгізіңіз. Жеке тұлғаға қатысты негізгі мәліметтерді толтырыңыз. Жеке куәлікті растайтын құжат деректерін көрсетіңіз. Мекен-жайды көрсетіңіз. Жеке кәсіпкердің орналасқан жерінің мекен-жайын енгізіңіз. Қосымша және мамандырылған мәліметтерді толтырыңыз. Салық әкімшілігінің интеграцияланған жүйесі арқылы растау сұрауын енгізіңіз. Салық салу тәртібін таңдаңыз. Орындайтын қызмет түрін қосыңыз. Қызметте қол қойыңыз. Қол қойғаннан кейін жеке кабинет, менің хабарландыруларым бөліміне өтіңіз. Бұл бетте сізге бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Ол заңды тұлғалар мемлекеттік деректер базасы арқылы жасалған. Аталған бизнес сәйкестендіру нөміріне электронды цифрлық кілтін шығарыңыз. Сізге алынған бизнес сәйкестендіру нөмірі бойынша порталға тіркеліп, авторизациядан өту қажет. Содан кейін, жеке кабинет, алынған қызметтердің тарихы, хабарламалар бөліміне өтіңіз. Бұл бөлімде сіз жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде тіркелу талонын және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің тіркеу туралы хабарламасын екі тілде қарап, жүктей аласыз.